Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ерте тұрудың ерекшелігі жайында айтамын. Таңғы уақытта ояу болып, оны барынша тиімді қолданған адамдардың өмірі жақсы жаққа өзгеретіні сөзсіз. Зерттеп қарасақ, жетістікке жеткен ұлы тұлғалардың көпшілігі таңғы уақытын тиімді пайдаланған. Мысалы, Джек Дорси, Twitter желісінің негізін қалаушы. Ол кісі таңғы 5-те тұрып, йогамен және таза ауада серуендеумен уақытын өткізген. Дүние жүзіндегі ең ірі кофехана Starbucks жайында бәріміз білеміз. Оның негізін қалаушы Шулстың жұмыс уақыты таңғы сағат 6-да басталған. Әйгілі психиатр, психоанализ негізін қалаушы Зигмунд Фрейд те ерте тұрған. Айта берсек өте көп. Бұнымен ерте тұрып жетістікке жеткен тұлғалардың тізімі аяқталмайды. Олар ерте тұрып, өздерінің уақытын даму жолына арнаған. Сіздер көпшілікке танымал «Магия утра» кітабы жайында естіген боларсыздар. Бұл кітапта ерте тұрудың пайдасы мен таңғы ритуалдарды қалай дұрыс жасау керектігі жайында айтылған. Кітап авторы 20 жасында ауыр жол апатына түсіп, төсек тартып жатқан. Алайда досының айтуымен таңғы сағат 6-да тұрып, кітап оқып бастаған. Сол кезде жақсы ойлау керектігін, нақты мақсат қою керектігін түсініп, ізденіс жасайды. Және ол кісі өзіне 6 қағида ойлап табады. Аффирмация айту, медитация жасау, визуализация жасау, дене жаттығуы, алғыс айту, мақсат жазу. Бұл кітап талай адамдардың таңғы ритуалды дұрыс жасау арқылы өмірін өзгертуге септігін тигізген. Егер сіз де өміріңізді жақсы жаққа өзгертуді қаласаңыз, ерте тұрып бастаңыз. Таңғы уақытты өзіңіздің жеке дамуыңызға, сұлулығыңызға арнаңыз. Таңғы уақытта сіздің миыңыз сергек болады. Бұл уақытта сіз кітап оқыңыз, дене жаттығуын жасаңыз, күніңізді жоспарлаңыз. Ерте тұру үшін не істеу керек? Алдыңғы видеода айтқанымдай дұрыс ұйқыдан бастаңыз. Өмірлік мақсат қойыңыз. Жақсы ойда болыңыз. Осы қарапайым шарттарды орындасаңыз, сізге ерте тұру қиындық тудырмайды. Каналға жазылып кетуді ұмытпаңыз.